Әжем айтып еді. Жар таңдаудан жаңылыспа балам. Жар қылып алар қызыңның шешесіне қарарсың. Шеше көргенді ал. Алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара. Әке қатал, әрі мейірімді болуы керек. Билігі еркекте болған үйде береке бар. Қатын басқарған үй қараң қалар. Еркегін басқарған қатын елге үкім айтам дер. Оны көріп өскен қызы да ерін сыйламас болар. Осыны ұмытпа. Еркек балалармен қоса әйелін де тәрбиелейді. Алғаның басқаны емес, әуелі сені сыйласын. Ерім, қосағым, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетіңнің алдында абырой сыйлайды. Асыл жарыңды қадір тұт. Бар жақсы сөзіңді арна. Жұрттың, балаларыңның көзінше құшақтап сүйме. Өзіңнің де, оның да қадірін қашырасың. Оның барлығы оңашада қыларыз. Ал басқа уақытта көз қарасың мен оған жақсар жақсы ісің де жетіп жатыр. Қатыныңның жасар ісіне араласпа. Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған, тек жөнімен болғаны дұрыс. Ал шамадан артық қызғану ұрыс-керіске себепші. Қанша ұрыс-керіс болса да өз араларында болсын, сыртқа шығарушы болма. Ұрыс-керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін. Ал қателік пен дұрыс-бұрысын ашуларың басылған соң талқылағандарың жөн. Оны ешқашан алдама. Кез келген жағдайда тек шындықты айт. Оның өзіңе деген сенімін жоғалтып алма. Сезімнің іргетасы сенімнен қаланатынын ұмытпа. Не нәрсеге де сабыр қыл. Барды қанағат тұт. Әйеліңнен де осыны талап ет. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жайларына қарсы тұра аласыңдар.